Ал, мен өзім жайлы айтайын. Жасым 63-те. 60 жасымда инсульт алдым көзден. Гипертонический тромбоз болды. Несі жарылып, тамыры жарылып. Содан 20-шы жыл коронавирус болдым. Коронавирустан кейін осложнение болып, көзіме операция істеді. Вообще көрмей қалдым, оң көзім. Бір көзбен қалдым. Содан жүріп инвалидностьқа шық деді. Инвалидность барып, глазной институтқа барып, медкомиссия өтіп едім. Сізде мына оң көзде катаракта пісіп тұр деді. Сол сізге операция керек деді. Енді мен мына көзге операция істегеннен кейін, зрениені жоғалтқаннан кейін қорықтым, жоқ істетпеймін дедім. Маған инвалидность бермесеңіз бермей ақ қойыңыз, керек емес. Маған көрдім, бір көз қалды, сол маған жетеді деп ренжіп. Содан инстаграмнан көрдім бұл очкиді. 2 январда ұлым екеуміз барып алдық. Содан кидім, шешпей қойдым. Түнде де ұйықтаймын. Вообще үйреніп кеткем, түнде де ұйықтап жатамын осыменен. Содан қазір нем жоқ. Катаракта кетіп қалды 9 айда емес, 5-6 айдан кейін кетіп қалды.